Ма, не жасап жатсыз? Келдің ба? Енді тез киіміңді ауыстырып үй жинаш. Біреу келе ма үйге? Уф, я келеді, не істейсің? Кім келеді? Ой, ана жерге жаңадан көршілер ауысып келіпті ғой. Солар келеді. Жақсы. Анам Расылға да айт, саған көмектессін. Жарайды. Сен әлі отырсың ба компьютер ойнап? Менде нен бар, қашшы бол. Тоқта, мен қазір жеңіліп қалам сенің кесіріңнен. Жүр, маған үй жинауға көмектес. Қонақ келе ма? Я, келеді. Кім келеді? Ой, не қыласың? Жүр, маған көмектес. Мен вообще-то сен үлкенмін, сен маған тіл қайтарма. Өзің жинай берші. Үй жинау қыздардың жұмысы ғой. Мен вообще қатысым жоқ. Какая разница, қандай жұмыс бол, кімнің жұмысы болса да. Әйтпесе папа айтып берем сені қас. Тоқташ, қазір маған ойнай салайын. Бол, күтіп тұрмын мен. Блин, жеңіліп қалдым сенің кесіріңнен. Сол керек саған, өшір болдың. Тасташ мына, жүр, маған жинауға көмектес. Мен мамама көмектесем. Қызым, үй жинап жатсың ба? Иә. Дұрыс, молодец. Маманы сөйтіп көмектесу керек қой. Нұрислам сияқты жата бермей компьютерға. Сол ғой. Болды, мам, жинап болдым үйді. Енді Нұрисламның сабағына көмектес. Мама, неге ол өзі оқи алмай ма? Уже 6 класс болды ғой. Енді бір есеп түсінбей жатыр екен. Бар, енді көмектесші. Нұрислам, сен де бір нервничать тұрсың, ұрып тастамайып тұрсың. Бар, енді тез көмектес. Қазір уже қонақтар келетін уақыт болайын деп қалған шығар. Жүр бол. Қайс? Сен жынды екенсің ғой, немене бір есеп шығара алмайсың ба? Шығарып бере салшы енді көмектесіп. Қайс? Ой, білмеймін мына есебінді. Қуасың ба, қалай білмейсің, өттіңдер ғой. Мен 6 класс бітіргенме қаншама жыл болды? 1 жыл болды ғой, мен ұмытып қалдым ғой. Не істеймін, мама айтып берем сені есінен шығып кеткенін. Мен сен папаға айтып берем. Білмеймін, ChatGPT-ден сұрай салшы. Жарайды. Сол ғой. Жалпы жаңа үйлеріңізге уже жайғастыңыздар ма? Жоқ, әлі жайғасқан жоқпыз. Мам, мен бірдеңе жегім кеп тұр. Қызым, қазір енді біз деген ішіп алайық, сосын өздерің отырып ішесіңдер балалар болып, ма? Қарным ашты менің. Айтпақшы, менің қызым бар ғой, Айару, солмен ойнай тұрсаңшы. Жарайды. Папам осындаларды қалай көреді? Тым қызық емес қой. Сәлем. Айару деген сен ғой, Я, мен не болды? Жай, Дұспылақ дегенбіз ғой. Анау жаңадан көшіп келесіңдер ма? Я, біз. Қалай, үйлер саған ұнап жатыр ма? Я, бұлайша нормально. Бірақ та бұрынғы тұратын жерімді қатты сағындым. Ал сенің атын кім? Мен атым Мирей. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де. Айтпақшы, бізде негізі аулада көп балалармен, мен көп достарым бар осы аулада. Және де біз өте көп далаға шығып ойнаймыз. Енді сен де бізбен бірге далаға шығатын шығарсың? Я, шыға алсам шығам ғой. Жақсы. Сен жасың нешеде? 12-де. Мен 13-темін. Жарайды, бір жас қана разница. Я. Айтпақшы, ертең біз уже далаға шығамыз. Бүгін кешке шығамыз. Сен шығасың ғой, Я, шыға аламын, ол кезде боспын. Жақсы, онда шығамыз. Жүрмесем өзімнің
киімдерімді көрсетейін, косметикалармен. Давай. Короче, балдар, таныс болыңдар. Бұлар бізге жаңадан біздің подъездге көшіп келгендер. Енді олар тоже біздің компанияда болады. Сендер оларды тоже араларына қосып, сөйтіп араласып кетеміз. Жақсы.